Қазақ бойына даналық, қанына шешендік сіңген халықпыз. Бұл сөзімен ата-бабаларымыздың әр ортада шешендікпен танылып, халықты мақал-мәтелмен, нақыл қанат сөздермен баурап алатын қасиеті тура нық дәлел. Жалпы ата-бабаларымыз өмірден алған, түйген, жиған тәжірибелерін осы мақал арқылы кейінгі ұрпаққа жеткізген. Оларды біз осы мақалдың терең мағынасына үңілу арқылы байқай аламыз. Жалпы қазақ көре-көре көсем боласың, сөйле-сөйле шешен боласың деп бекер айтпаса керек. Қазақтан талай би, талай шешен шыққан. Оларды би, шешен қылған қаусырма жақтың арасындағы осы қызыл тіл. Ал қызыл тілге сүйеу болған осы біздің мақал-мәтелдеріміз. Мақал-мәтел ол қазақтың ұлттық, рухани және тілдік құндылығы.